Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен лагманның барлық түріне кететін және де өте дәмді, бір-біріне жабыспайтын лагманның тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен чашкамызға ұнымызды салып аламыз. Електен өтілген ұнның үстіне жұмыртқаны және де бір шыныға жылы сумен тұздар араластырып дайындап аламыз. Соның барлығын араластырып бірге теста илейміз. Тестамыз өте жұмсақ болмау керек және өте қатты болмау керек. Дайын болған тестамызды 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут тынған тестамызды қолдың көмегімен осылай жайып аламыз да пышақтармен 2-3 см көлемінде кесіп шығамыз барлығын. Одан кейін кесілген тесталарды бір-бірімен бөліп, оларды созатын боламыз. Екі алақанның көмегімен барлығын созамыз. Дәл осы видеодағындай жасаңыздар. Жылдам әрі тез болады. Созылған тесталардың барлығын бір ыдысқа салып, видеодағындай бетін сұйық маймен майлап қоямыз. Тағы да бір 10-15 минутқа қойып қоямыз тындырып. Июі қанып, жақсы тынған теста тез әрі оңай жайылатын болады. Дәл осылай барлығын қойып, бетіне сұйық маймен сүртіп шығамыз. Он 15 минуттан кейін тестамызды алып созамыз. Міне видеода көріп тұрғандай июі қанған, өте жақсы тынған тестамыз. 2-3 рет созудың қажеті жоқ. Бір рет созып қайната берсек дайын болады. Тез әрі оңай болады. Осылай созып алған тестамызды қолдың көмегімен саусақтарымызға ілеміз. Бір-біріне жабыспай жақсы шығу үшін оны үстелдің үстіне ұрамыз. Дәл видеодағындай жасаңыздар, сол кезде тестамыз үзілмей, мінеки көріп тұрғандарыңыздай. Одан ары ұзын болып созылады тағы да. Мінеки суымыз қайнады, үстіне бір чайный ложка тұз саламыз. Оның үстіне жаңағы дайын болған тестамызды саламыз. Арасы жабысып қалмас үшін осылай ашып вилкамен араластырамыз. Тестамыз бір қайнағаннан кейін ала берсек болады. Мінеки тестамыз қайнады. Мен өзім мұздай суға салып аламын қайнаған тестаны. Сіздер ешқандай мұздай суға салмай, құрғақтай қылып өзін алып, сұйық майға араластырсаңыз да болады. Мен мұздай суға салып алам. Тестамыз бір-біріне жабыспай өте жақсы болып шығады. Ас болсын, барлықтарыңыз дәл осылай жасаңыздар. Каналымдағы видеолар пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер. Мінеки көріп отқандарыңыздай